Әбу Хурайра былай дейді. Расулалла саллаллаху ғалейхи уә сәлләм мені Рамазан айындағы зекетке жауапты етіп тағайындады. Бірде қара түсті бір адамның зекет азық-түлігінен ұстап ұрлап жатқан жерінен ұстап алып, сені Расулаллаға апарамын дедім. Ол маған мен кедей және мұқтаж адаммын. Оның үстіне асырауым керек бала-шағам бар. Қатты қарным аш, қоя берші деді. Сосын оны қоя бердім. Таңертең Алла елшісі: «Уа, Әбу Хурайра, кешегі тұтқыныңды не істедің?» деп сұрады. Мен: «Уа, Алланың елшісі, ол маған қатты қарным аш және бала-шағам бар деп жалбарынды. Оған жаным ашып босатыл жібердім дедім. Расулалла саллаллаху ғалейхи уа саллям: ол саған өтірік айтқан. Хабарың болсын, ол қайта келет деді. Алла елшісінің бұл сөзінен әлгінің қайта келетінін ұғып, оны күте бастадым. Расында ол тағы келіп, азық-түліктен ұстап ала бастады. Дереу ұстап алып, сені міндетті түрде Расулалланың алдына апарамын дедім. Ол тағы жалынып, мені жіберші, қатты ашпын, әрі бала-шағам бар. Бұдан кейін жасамаймын деді. Оған жаным ашып жібере салдым. Ертесіне Расулалла саллаллаху ғалейхи уә сәлләм: «Уа, Әбу Хурайра, кешегі тұтқыныңды не істедің?» деп сұрады. «Уа, Алланың елшісі, ол маған қатты аш екенін әрі бала-шағасы барын айтып зар иледі. Жаным ашып қоя бердім дедім. Расулалла: бірақ ол өтірік айтты және тағы келет деді. Үшінші рет қарауылдадым. Ол тағы келіп, азық-түліктен ұстап ала бергенде ұстап алып, енді сені міндетті түрде Алла елшісіне апаратын боламын. Осымен үшінші рет келіп тұрсың. Енді келмеймін деп айтып аласың, бірақ ұялмай тағы келесің дедім. Ол маған тағы да жалынып, мені жіберсең, Алла сені олармен пайдаға жеткізетін сөздер үйретемін деді. Айт, ол қандай сөздер? Жатарда басынан аяғына дейін аятул курсиді оқы, сонда сенің қасыңда үнемі Алланың қорғаушысы болады, таң атқанша саған шайтан жолай алмайтын болады, деді. Оған тағы жаным ашып жібере салдым. Таңертең Расулалла саллаллаху ғалейхи уә сәлләм: кешегі тұтқыныңды не істедің деп сұрады. Уа, Алланың елшісі, ол маған біршама сөздер үйрететінін, бұлармен Алла тағаланың маған пайда беретінін айтты. Сосын мен де оны жібер салдым дедім. Ардақты пайғамбар, олар қандай сөздер? деп сұрады. Ұйықтар алдында аятул курси аятын оқыған адамға Алла тағала жеткілікті күзетші береді, және таң атқанша ол адамға шайтан жақындай алмайды деп айтты дедім. Расулалла саллаллаху ғалейхи уә сәлләм бұдан кейін: барып тұрған өтірікші болса да ол саған шындықты айтқан екен. Уа, Әбу Хурайра, сен 3 түн бойы кіммен сөйлескенді білесің бе? деді. Жоқ деп едім. Ол шайтан болатын деді. Түсіндірме. Аят пен сүрелердің бір-бірінен артық болып болмайтыны ғалымдар арасында даулы мәселе болса да, бұл хадисте артықшылық ашық айтылған. Аяттар мен сүрелер иләхи уахи және Алланың кәламы болу қасиеттерімен бірдей құндылыққа не. Алайда қамтыған мағыналарына байланысты оқығанға сауап болу жағынан мәртебесі биік болмақ. Расулалланың өзі бұл артықшылықты сөз еткен болса, осы мағынада қабылдау керек. Жоғарыда берілген оқиғаға ұқсас басқа да риуаяттар бар. Солардың біреуі мынау. Әбу Әйюб былай дейді: менің кішкентай бөлмемде құрма тұратын. Бірде бір жынның сол құрмаға құмартып ұрлап жүргенін көріп қалдым. Бұны Расулаллаға айтып едім. Ол, оны тағы көретін болсаң, Алланың атымен Расулаллаға мойынсұн деп айт деді. Бұдан кейін оны аңдып ұрлыққа келген кезінде ұстап алдым. Алайда ол енді қайта келмеймін деп ант берген соң жібере салдым. Кейінірек Расулалламен кездескенімде ол менен: тұтқынды не істедің? деп сұрады. Енді қайтып келмеймін деп ант берген соң босатып жібердім дедім. Расулалла саллаллаху ғалейхи уә сәлләм: ол өтірік айтқан, өтірік айтуға бойы үйреніп кеткен ғой деді. Бұдан кейін әлгі жын тағы келді. Ұстап алып едім, тағы да енді келмеймін деп ант еткен соң босатып жібердім. Расулалла саллаллаху ғалейхи уә сәлләм: тұтқының не болды деп сұрады. Енді келмеймін деп ант берген соң босатып жібердім дедім. Расулалла саллаллаху ғалейхи уә сәлләм: ол саған өтірік айтқан. Өтірікке әбден машықтанып алған деді.
3-ші мәрте ұстап алғанымда, бұл жолы сені жібермеймін. Міндетті түрде Расулаллаға апарамын деп едім. Жын. Құлақ салшы. Мен саған маңызды бір нәрсе айтамын. Үйіңде аятул курсиді оқы, сонда саған шайтанда басқа нәрседе жолай алмайтын болады деді. Бұдан кейін оны босатып жіберіп, Алла елшісіне келдім. Расулалла, саллаллаху ғалейхи уә саллам. Тұтқының не болды? Деп сұрады. Болған жайтты айтып беріп едім, ол. Таңданарлық, өтірікші болса да ол ақиқатын айтқан екен деді. Ибн Аббас былай дейді, дінде, хақ дінді үгіттеуде, зорлық жоқ аяты ансарлар жайлы түскен. Өйткені Мәдинада баласы тұрақтамай шетінеген әйелдер балам тірі болса, Яхуди дінімен өсіремін деген. Яхуди Надыр тайпасы Мәдинадан жер аударылғанда, бұлардың арасында көптеген ансар балалары болды. Ансарлар, балаларымызды оларға қалдырмаймыз деп айтқан соң, дінде, хақ дінді үгіттеуде, зорлық жоқ, өйткені тура жол мен теріс жолдың, ақиқат пен жалғанның ара жігі толық ажырады аяты түсті. Түсіндірме. Бұл риуаят жахилят дәуірінде мүшрік болған арабтардың әхіл кітап яхудилерді менсінбей, төмен санағанын көрсетеді. Баласыз әйелдің, балам болса, оны яхуди дінімен өсіремін, нәзірім болсын деп нәзір атағаны осыны білдіреді. Оның үстіне бұның сирек болған оқиға емес екені, саны көп ансар балаларының осындай жолмен яхудиге айналғаны түсінікті болады. Кейбір риуаяттарда балаларын алғысы келген ансарға, Алла елшісінің, адамдарынды өз еркіне қоя беріңдер, егер сендерді таңдаса, олар сендердікі, егер оларды таңдаса, яхудилермен бірге оларды да жер аударыңдар деген. Хаттаби былай дейді, ислам діні келместен бұрын христиан немесе яхуди дінін ұстанғандар ұстанған дінімен қалады. Жизия, салық, алу, әйелдермен үйлену, бауыздаған малдың етін жеу сияқты мәселелерде оларға әхіл кітап мәмілесі жасалады. Бірақ ислам діні келіп, яхуди діннің үкімін жойған соң, ширкті тастап яхуди дінін ұстанатын болса, сол күйінде қалдырмайды. Дінде хақ дінді үгіттеуде, зорлық жоқ аятына келетін болсақ. Бұл аяттың үкімі оның түсуіне себеп болған оқиғадағы яхудилермен шектеулі кәпірді хақ дінге күштеу уәжіп. Міне осы міндет себепті, кәпірлер мен олардың мұсылман болуы үшін, немес жизия төлеп, өздері жайлы діннің үкіміне разы болулар үшін соғыстық. Фахруддин Рази бұл аятқа қатысты басқа бір жормалдарды берген. Бұған қысқаша тоқталатын болсақ. Алла тағала иман келтіруді зорлықпен күштеуге негіздемеген, керісінше, мүмкіндік пен еркіндікке қалдырған. Өйткені Алла тағала иман дәлелдерін ең көркем түрде баяндаған. Кәпірге үзірлімін деп айтуға мүмкіндік бермейтіндей дәрежеде жасалған баяндаудан соң кәпір болып қалудың ешқандай үзірі жоқ, және бұл ақиқатты қабылдамаса иманға зорлаудан басқа жол жоқ. Ал зорлыққа сынақ жері болған осы өмірде рұқсат жоқ. Егер дінде зорлық болса, қиындық пен сынақтың мағынасы жоғалады. Бұны білдіретін басқа аяттар бар, оларға ақиқат Раббыларыңнан келген осынау Құран. Ал енді қалаған жан иман келтірсін, қалағаны күпірлік қылсын деп айт. Сондай-ақ тағы бір аятта, егер Раббың қаласа, яғни құлдарына ерік бермей мәжбүрлесе, жер бетіндегілердің барлығы жаппай иман етереді. Ендеше сен адамдарды мүмін болуға күштеп көндірмекпісің деп берілген. Уа, Мұхаммед! Байқауымызша, сен олар иман етпеуде деп уайымға салынып, өзіңді жеп тауыса жаздайсың. Егер қаласақ, оларға көктен сондай ғаламат айғақ, мұғжиза түсірер едік. Нәтижеде олар оның алдында амалсыз бас иіп, иман етуге мәжбүр болар еді. Бұл аяттар көрсеткендей, діндегі зорлық және мәжбүрлік, ұсыныс пен сынаққа қайшы. Діндегі зорлық мұсылманның кәпірге не иман келтіресің, не өлтіремін деп айтуы. Аятта дінде, хақ дінді үгіттеуде. Зорлық жоқ деген. Бұл бұйрық яки әхіл кітап пен мәжусилерге қатысты. Олар жизияны қабылдаса, өлім жазасынан құтылады. Яки басқа кәпірлер жайлы, олар не яхуди, не христиан дініне кіргендер. Бұлар жайлы фақихтар қайшылыққа түскен. Кейбіреулер сол күйінде қабылданады деген. Бұл жағдайда олардан жизия қабылданса, өлтіру үкімі түседі. Бұл көзқарас бойынша дінде, хақ дінді үгіттеуде, зорлық жоқ деген аят барлық кәпірлерді қамтиды. Кейбір фақихтар, өзге кәпірлер христиан немесе яхуди болса, бұл олардан қабылданбайды. Оларды дінге зорлауға рұқсат етіледі. Бұл кезде дінде зорлық жоқ үкімін әхіл кітапқа бөлу керек болады деген.
Аяттан шығарылған үшінші жорамал бойынша соғыста жеңіліп дінді қабылдағандарға зорлықпен кірдіңдер деп айтпау керек. Өйткені соғыстан кейін дінді қабылдағанда шынайы болса, бұл зорлық болып саналмайды. Олай болса, аяттың мағынасы оларды зорлыққа телмеңдер, яғни зорлықпен мұсылман болдыңдар демеңдер деген болады. Бұған мына аят ұқсайды. Өздеріңе бейбітшілік тілеп, мұсылманша сәлем бергенге дүние тіршілігінің өткінші игілігіне, олжаға қызығып, сен мүмін емессің деп айтпаңдар. Ендеше басындағы Хаттабидің көзқарасы, аятқа қатысты жасалған түсіндірме мен тәуілдердің тек біреуі ғана болып қалады. Әбу Хурайра былай дейді. Расулалла саллаллаху алейхи уә сәлләм былай деді. Күмәнға Ибрахимге қарағанда біз лайықпыз. Бірде Ибрахим, уа, Раббым, маған өлілерді қалай тірілтетініңді көрсетші деп өтінген еді. Алла оған, сен сенбейсің бе? Деді. Сонда Ибрахим, әлбетте, сенемін. Бірақ шәк деп бағалаған бұл нәрсеге мен әлдеқайда лайықпын, өйткені бұл шәк емес, керісінше, имани мәселелердің бұрынғыдан да айшықталуын талап ету. Осы тұста тоқталатын соңғы жорамал мынау: Алла елшісі қауымының өзін мойындамай, пайғамбарлығын жалғанға шығарып, терістеу үшін жасаған небір жағымсыз әрекеттерінен душар болған қиыншылықтарын, тартқан азабын білдіру мақсатында, Әзірет Ибрахимнің өлілерді тірілтуді сұрағаны сияқты, пайғамбар екенімді мойындамаған қауымымнан тартқан азабымның көптігіне байланысты Алланың мені басқалардан үстем еткен ерекшеліктерді сұрауға Әзірет Ибрахимге қарағанда көбірек лайықтымын, бірақ бұларды сұрамаймын деген.